Өзгеріс ойдан басталады. Шынар Әбілда аудармаларынан. Жүгі ауыр еркек. Қарым қатынасқа түскен жоп бір шаңырақтың астында тұрып, ас суымен қатар көңіл күй және қуат алмасады. Вибрация және тілектермен алмасады. Егер күйеуіңнің текпен беріліп келе жатқан, арқалаған ауыр жүгі бар болса, сол жүкті бірге көтеруге тура келеді. Түйіні шиеленіскен мәселелерді шешуге атсалысу маңызды. Қандай әулетке келін болып түскенің маңызды. Адамға келетін абырой, жетістік, бауырмалдық бәрі текпен беріледі. Тұрмысқа шықпай тұрып, күйеудің тегін зерттеп, болашақ ұрпағыңа қандай күш-қуат сіңетінін болжап, бұл тектің қалай қорған боларын пайымдап ал. Жүктің ауыр екенін қалай түсінуге болады? Егер күйеуің үнемі ішімдік ішсе, еркектің ішінде ауыр қайғы барының белгісі. Бәлкім, ол қайғыны толық түсінбейтін де шығар. Соның кесірінен іштегі жан жарасы жазылмайды. Егер бұл әулеттегі еркектердің бәрі ішсе, бұл ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан ауыр карманың салдары. Кейде бұндай еркектер ішкілікке салынып кетпейді. Тек себеп табылған сайын ішіп жүреді. Іштегі қайғыны ішімдікпен өшіруге тырысады. Бұл бір. Өзге еркектерді мүлде мойындамайды. Бұл да бір белгі. Тектен үзіліп қалған еркекке өзге азаматтармен қарым-қатынас құру өте қиын. Ол өзін әлсіз сезінеді. Шынайы достыққа жоқ. Шындап сөйлессең, ол басқа еркектің бәрін не айыптайды, не мүлде мойындамайтын боп шығады. Бұл екінші. Үшінші. Өз отбасын қабылдамайды, отбасынан басын алып қашады. Тектің ішінде бабалар мен ұрпақтың байланысы үзілгендіктің белгісі. Бұл еркектің қуатын жейді, оның баласының да жолын жауып тұрады. Текпен берілетін аурулар, тектің қуаты үзілгені, дұрыс жолға қойылмағандықтың белгісі. Еркектің бала сүйе алмауы текте ауыр сценарийлердің барын көрсетеді. Сол себепті тек жойылып барады. Жыныстық белсенді жаста қауқарсыз болуы. Қанша тырысса да табыс таппаса, еркектің тегінде кедергілердің болуы. Мұндай адамдардың тегінде репрессияға не конфискацияға ұшыраған
аталары болуы мүмкін. Ынтасы зор болса да, барлық есік жабыла берсе, текті тазалау керек. Себепсізден себепсіз өмір қиын деп шешсе, егер еркек үнемі өмірді айыптаса, ол үшін өмір ауыр жүк болса, бірақ солай деуге айтарлықтай себеп болмаса, онда ол тегіндегі бабалардың айтып кеткенін бағдарламасын қайталағаны. Өз баласына махаббаты болмаса, егер еркек өз баласына суық, қатал болса, бабалар мен ұрпақ арасындағы махаббат жолы жабылғандықтың белгісі. Ол жалпы алғанда тәуір әкелердің қатарында болуы ықтимал, бірақ балаға суық, немқұрайлы болып қала береді. Бірінші некедегі баласынан бас тартса, бұл өте ауыр көрсеткіш. Бұл текпен келе жатқан ауыр жарақаттардың белгісі. Оларды емдеуге тым ұзақ уақыт кетеді. Кейде екінші әйелі болғандар бірінші некедегі балалардың ұмыт қалғанына қуанады. Біз жаңа отбасы құрамыз деп қуанады. Бірақ оның жаңа отбасы бірінші некенің күлінің үстіне тұрғызылады. Күлдің үстіндегі дүние жеміссіз қалады. Баладан бас тарту қай кезде де ауыр салдарымен сипатталады. Егер жігіт жүкті әйелін тастап кетсе, тіптен қиын. Егер жігітінің айтуымен жүрген қызы аборт жасаса, бұл екеуіне де рухани жүк, келешегіне кедергі. Әулеттегі науқас балалар. Егер күйеудің тегінде науқас, мүгедек балалар туылса, текте сиқырдың көп болғандығын білдіреді. Құдайға қарсы қылықтың салдары. Мұндай текті емдеуге ұзақ уақыт кетеді. Егер әулеттегі еркектер ерте қайтыс бола берсе, көбінесе текке айтылған қарғыстың салдары. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Егер осы тізімнен күйеуінің белгілерін байқасаң, не істеу керек? Егер жігітпен әлі некеге тұрмасаң, барлық жоқ пен барды салмақта. Әрине, үйленбей тұрып екі жақтың танысып, құда болатын жақты зерттеуі ежелден бар дүние. Тағдырға әсер ететін кармаларды да біліп жүрген абзал. Ертеңгі күйеуің кім? Оның арқалаған жүгі нешік? Соның бәрін бірге арқалайтыныңды біліп жүр. Сөз байласқа жігіттің қандай өмірді аңсайтынын сұра. Келешектен қандай перспектива көретінін, жақсы өмірге дайындығын бағала.
әлде ауыр өмірге көніп қойды ма? Ештеңе өзгерткісі келмей ме? Егер адам өміріндегі қисынсыздықты өзгертуге талпынса, онда өмірге құлшынысы бар. Бұл жақсы белгі. Ол текті емдеуге рухани дайын болғаны. Тірілер арасындағы үзілген байланысты терапевтік хаттар жазып қайта орнат. Күйеуің мен оның туыстары арасындағы, күйеуің мен оның балалары арасындағы және тағы басқа. Күйеуіңнің тегінемде. Славяндарда әруақтарға ас су ұсынатын медитация бар. Негізі нәтиже көргенше жасау керек. Сонда күйеуің тегін қабылдап, өз баласына мейірімді болады. Адам өз тегін қабылдауға дайындық жасауы тиіс. Кешірім беру қиын еместігін сезіну қажет. Кешіріммен еркектің тегінен ұлы күштер құйылады. Әйел өзінің тегімен байланыс орнатса, күйеуі одан өнеге алу ықтимал. Еркекке қысым жасауға болмайды. Тек кешірім беру мен тегін жақсы көретіндей аура жасау қажет. Ауыр жағдайда тектің бәріне дұға жасау керек. Кейде дұғасыз текті тазарту мүмкін болмайды. Күйеуі мен оның тегіне энергетикалық тазалық жаса. Сонда бүгінгі бағдарламаның бәрін санамен түсінетіндей күй туады. Санамен сезінген соң түзеу, емдеу оңай болады. Күйеуіңнің тегіндегі ең мықты тұлғаны тап. Кімнің күші көп болған, сол адаммен күйеуіңнің қуат арнасын тоқыстыру қажет. Мұндай тоқысу күйеуге жаңа леп береді. Ол өзінің қайсарлығына сене бастайды. Түсінуге тиісті нәрсе. Әйел тек некедегі күйеуіне, не содан бала тапқан еркекке дұға жасап, тегімен қосалады. Күйеудің тегіне дұға жасамас бұрын алдымен өзіңнің тегіңе дұға жаса. Себебі күйеудің тегін емдеуге сенің тегіңнің әруақтары септеседі. Күйеумен байланыс күшті болу тиіс. Күйеудің тегіндегі қарғыс емдеуге тек сенің тегіңнің күш қуаты жетеді. Адам рухсыз қарғысты не наланы емдей алмайды. Кейде күйеудің жаны тек қайғының жолын таңдап қояды. Мұндай шешім қабылданса, онда тек күйеудің өзгерте алады. Оны тек күйеу өзгерте алады. Егер барлық тәжірибені, медитацияны жасап, түк шықпады десең, бұл қайғыны жеңуге тек өзі шешім қабылдауы тиістігін біл. Не оны қайғысымен оңаша қалдыр. Не осы күйінде қабылда. Бір адам екінші адамды өзгерте алмайды. Тек жағдай тудыра аламыз. Таңдауды әр адам өзі жасайды. Отбасыңыздың 4 құбыласы тең болсын. Текпен берілетін алғысты ғана арқалауды жазсын. Юлия Мангалам. Аударған Шынар Әбілда. Оқыған мен Бибі Гүл.